Жалпы, қазақ пен қырғыз ұлтының ұқсастығы көп. Екі ұлттың түр-тұлғасы, бет-әлпеті де бір-біріне сәйкес келеді. Тұрмыс-тіршілігіндегі айшықты ұқсастық тіпті көп. Қазақстанда бүгінгі таңда 20 мыңнан астам қырғыз ұлты тұрса, Қырғызстанда тұратын қазақ халқының саны 40 мыңнан асады. Көршілес жатқан екі елдің арасында бауырластық бекем. Бұл видеода сіз бауырлас елдің тарихын, Манас эпосын, Бұрана мұнарасы мен ерекше фактілермен танысатын боласыз. Ендеше бастайық. Қазіргі Қырғызстан жеріндегі алғашқы мемлекеттік құрылымдар біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда пайда болған. Біздің заманымыздың 6-12 ғасырлары аралығында бұл аймаққа Енисей бойынан түркі тайпалары қоныс аударған болатын. Кейіннен олар моңғол татар шапқыншылықтарына ұшырап қуғындалды. 14 ғасырда Моғолстанның солтүстік-шығыс шекараларында көне қырғыз түркі этнонимінің иегерлері өмір сүрді. 15-16 ғасырларда Тянь-Шань мен Памир алайда нығайған қырғыз тайпалары моғол тайпаларымен бірге біртұтас қырғыз этносын құрды. 16-17 ғасырларда қырғыздар қазақтармен одақтасып, Яркент хандығына, Шабани мемлекетіне және Ойрат хандығына қарсы шықты. 19 ғасырда алдымен Қоқан хандығының иелігінде болды. Ресейдің орталық Азияға экспансиясы жылдарында болған Қоқан-Орыс соғысы нәтижесінде қазіргі Қырғызстан жері толықтай Ресей империясының құрамына енді. Қырғыздар 1916 жылғы орталық Азиядағы көтеріліске де қатысты. Қырғызстан жері Ресей империясының Түркістан губерниясына енді. Қырғызстанның табиғат жағдайы өте қолайлы, таулы жерлеріне Ресейдің ішкі аудандарынан шаруалардың жаппай қоныс аударуы жүрді. Бұл жағдай бұрын тек қана көшпелі мал шаруашылығымен айналысып келген қырғыз жерінде жаңа шаруашылық түрлерінің дамуына қозғаушы күш болды. Қазан төңкерісінен кейін бұл аймақ Қара Қырғыз автономиялы облысы деп аталды. Кейінірек Қырғыз АКСР атауымен қайта құрылды. 1936 жылы Қырғыз АКСР Қырғыз КСР болып өзгертілді. 1991 жылы 31 тамызда Қырғызстан өзінің атауын Қырғызстан Республикасы деп өзгертіп, тәуелсіздігін жариялады. 25 желтоқсан күні Қырғызстан толық тәуелсіздігін алды. Кейінірек Асқар Ақаев президенттілік жылдары Қырғызстан Республикасының ТМД, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы және тағы да басқа ұйымдардың мүшесі болды. 1993 жылдың 5 мамырында ел атауы ресми түрде Қырғыз Республикасы деп өзгертілді. 2005 жылғы Қырғызстандағы парламент сайлауынан кейін қызғалдақ төңкерісі болды. Төңкерісшілер Ақаевты, оның отбасы мен жақтастарын жемқорлық пен авторитаризммен айыптады. Нәтижесінде Ақаев 2005 жылы 4 сәуірде отставкаға кетті. Оппозиция мүшелері коалиция құрастырып, президент Құрманбек Бакиев пен премьер-министр Феликс Кулов басшылығында жаңа үкімет құрылды. Қазіргі президенті Садыр Жапаров. Ыстықкөл елдегі ең атақты курорт, әлемдегі екінші ірі тұзды көл. Ол ең терең көлдер рейтингінде 7-ші орында. Бұл курорт Қырғызстан шекарасынан тыс жерлерде де белгілі. Тамаша климаттық жағдайлар, қылқан жапырақты ормандардың пайдалы микроэлементтермен толтырылған ауа, айналадағы термалды бұлақтар, керемет ландшафттар әртүрлі елдерден туристерді тартады. Ыстықкөл тұйық, өзен келіп қосылмайтын көл. Ол елдің солтүстік шығысында, солтүстік Тянь-Шань тауларында теңіз деңгейінен 1608 метр биіктікте орналасқан. Бұл көл туралы алғаш рет біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырда Қытай жазба деректерінде айтылған. Қырғыздар жайлы видеода атақты Манас жырын тастап кетуге болмас. Бірде қырғыз әдебиетінің классиктерінің бірі Манас қырғыз халқының тарихы мен рухани өмірінің 1000 жылдықтағы тәжірибесін көрсететін халық ойының алтын қазынасы деп айтқан болатын. Онымен келіспеу мүмкін емес. Шынында да, Манас жыры табиғатында ауызша шығармашылықтың үздік үлгісіне, жанрлық мазмұны жағынан батырлық эпосқа жатады. Жыр Манас, Семетей, Сейтек деп аталатын 3 бөлімнен тұрады. Манас 500 мың өлең жолдарынан тұрады және көлемі жағынан барлық танымал әлемдік эпостардан асып түседі. Ол Одиссея және Илиада эпосынан 20 есе үлкен. Бұларда қырғыз халқының сыртқы жауға қарсы соғыстармен қатар, ел ішіндегі қайшылықтар мен тартыстар, әдет-ғұрыптар, тұрмыс кәсіп түрлері бейнеленеді. Шоқан Уәлиханов 1856 жылы Ыстықкөлге жасаған саяхаты кезінде
Манастың бір тарауы Көкетайдың асын тұңғыш рет жазып алып, орысшаға аударды. Жырдың қырғыз халқының рухани өмірінде маңызды орын алатынын және эпостық сипаттамасын алғаш сөз қылған да Уәлиханов болатын. Бішкектен 80 шақырым жерде орналасқан Бұрана мұнарасы Қырғызстандағы ең танымал археологиялық ескерткіштердің бірі болып табылады. Мұнда Қырғызстанның тарихын және Ұлы Жібек жолындағы рөлін баяндайтын маңызды жәдігерлер бар. Бұрана мұнарасы 9 ғасырда Қарахан империясының астанасы болған Баласағұн қаласының қалдықтары. Мұнараның етегінен ғимараттардың кірпіш іргетасының дәлелі табылды. Сондай-ақ мұнараның жанынан тас пұттардың шағын коллекциясы, балбал тастарды көруге болады. Кішкентай тастан жасалған мүсіндер марқұмның рухына тағзым ету үшін жасалған. Кейде олар жерленген жерге қойылған. Мұнарадағы мұражай шағын болғанымен, жәдігерлермен өте қызықты. Баласағұнның Жібек жолының бойында орналасу оны шығыстан батысқа қарай континентті кесіп өтетін саудагерлердің орталығына айналдырды. Монеталар, қыш ыдыстар және басқа да жәдігерлер аймақтың алуан түрлілігін және оның тарихын көрсетеді. Елдің астанасы Бішкек, оның ең үлкен қаласы. 2019 жылы мұндағы халық саны 1 миллион адамнан асты. Қырғызстан жаңғақтардың отаны болса керек. Кеңес дәуірінде Бішкек бір кездері Фрунзе деп аталған. Бұл ретте кеңес өкіметі қырғыз тілінде F дыбысының жоқтығын ескермей, қала Прунзе деп аталды. Ғарышкерлер жерге жақын орбитада Қырғыздың атақты Ыстықкөл көлі адамның көзіне ұқсайды деп мәлімдейді. Бішкектің қақ ортасында Ала Тоуы алаңының астында кеңес өкіметі кезінде жергілікті билікке баспана ретінде салынған жер асты бункері бар. Мұнда бірегей Мерцбахер көлі бар. Екі тау жотасының арасына қонып, көрініп ғайып болады. Бұл құбылыстың табиғатын түсіну әрекеттері әлі нәтиже берген жоқ. Бұл жерде Моңғолиядағыдай нағыз көшпенділер әлі де бар. Олар киіз үйде тұрып, үйірлеріне ереді. Қырғызстан территориясының 90%-ға жуығын таулар алып жатыр. Жыл сайын Қырғызстанға келетін туристер саны шамамен осы елдің халқына тең. Осымен шығарылым аяқталды. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Кей жерлерінде қателіктер кетіп жатса, комментарийде міндетті түрде түзеңіз. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыз.